жылы 8 мамырда жол апатынан қаза табады. Ол Алматы қаласы Кеңсай зиратына қойылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің шығармашылық жұмысының тақырыбы жылқы атасы қамбар ата төлі құлын, өсуіне қарай құлын, жабағы, тай, құнан, дөнен, бесті, бие, байтал болып тағы басқадай болып бөлінеді. Ал түсіне қарай қара, сары, жері, торы, сұр, ала, шобат, қызыл, тағы басқадай да болады. Бұл түтіне қарай мама бие, мәнесіз бие, исінбе бие, ақтандыр бие. Мама бие сүтті биені мама бие деп атаймыз. Ал мәнесіз биені, сүті аз биені мәнесіз бие дейміз. Исінбе бие дегеніміз құлыны келе жатқанда өзімен өзі сүті ағып кететін биені исінбе бие дейміз. Ақтандыр бие дегеніміз сүт шықпайтын биені ақтандыр бие деп атаймыз. Оның жылқының сүті мен еті пайдалы. Оның жылқының сүті біздің Қазақстанның ежелгі сусыны. Ал еті болса, қазіргі мына жерде ол жылқыны құлатып аяғын байлап сойылып жатыр. Ал мынау екінші кезең. Бұны жер қарындарын ақтарып, шектерін ақтарып жатыр. Ал мына жерде бұны қазық атаға дәмдеуіштерді қосып, сандағы еттерін қосып жатыр. Ал мына жерде оны кепті іріп қойған. Ал мынау болса дастарханға келген кезі. Бұл да еңбек етсең ерінбей, тояды қарнын тіленбей деген мақалмадан есіне түседі. Бұл да қаншама еңбекпен келіп тұр. Ал ат жабдықтарына тоқталар болсам, мынау үзеңгі нұқта. Бұл нұқтамен оңға, солға, және де қатты жүгіруге, жай жүгіруге де болады. Бұны оңға бұруға да және де жай жүгіруге болады. Ал бұны болса егер. Бұл аттың үстінде жайлы отырушы керек. Бұл егер аттың үстінде жайлы және де жақсы отырады. Мұны болса үзеңгісі. Бұған аяқ қойып үстіне мініп кету үшін қолданылады. Ал мұны болса қамшы. Бұл қамшымен аттар жүрмей қалғанда бұны соғып жүргізеді. Менің шығармашылық жұмысының тақырыбы қазақы жылқылар. Қазақы жылқылардың тұқымдары ерте кездерден пайдаланып көптеп өсіріліп келеді. Бұлардың өсіп-өну ортасына қарай әртүрлі болып келеді. Қазақы жылқылардың денесі ірі болмағанмен, олар шыдамдылық, еттілік, сүттілік, күш-көліктілік жағынан жақсы жетілген. Бұрын қазақ халқы көшпелі халық болғандықтан да олар жылқыларды қысы-жазы қолайлы бағу үшін жылқыларды үйір-үйірге бөліп бір жақсы тұқымына айғыр салатын болды. Мұндай айғырлар үйірінен шошау шығармай, үйірін қорғап, ит құсқа жегізбей қысы-жазы қориды. Бірнеше үйір жылқы қосылып бір табын құраған. Үйіріндегі жылқылардың көп болып жүруі айғырға байланысты. Бір табында 500-ден 1000-ға дейін жылқы болады. Бұрын қазақ халқы табын деген сөздің орнына қос деп те атаған. Біздің қазақ халқы жылқыға деген сүйіспеншілігі соншалық жылқымен бірге өскен. Ал қазақ жер жүзі бойынша аттың түрін, жасы, мінез-құлқын жақсы білетін қайсы халық десеңіздер, ол өзіміздің қазақ халқы. Қазақ халқы жылқыға деген сүйіспеншілігі соншалық мақал-мәтелдер, өлеңдер, күйлер өмірге келді. Мақал-мәтеліне тоқталар болсам, ер қанат ат. Ер қанат ат дегеніміз ер азаматтың серігі ат болғандықтан, анда біздің қазақ халқы ер қанаты ат деп мақал-мәтел шығарды. Жылқылардың тұқымда бірнеше топқа бөлінеді. Қазағы жылқысы, дөң жылқысы, ақалтеке жылқысы және де тазағанды жылқысы болып төртке бөлінеді. Қазағы жылқысына тоқталар болсам, қазағы жылқысы ауа райына төзімді, жем-шөп талғамайды, үнемі далада тебінеді.
не өмір сүреді. Қазақ жылқылары өте мықты, байсалды, күшті болып келеді. Дөң жылқысының шыққан жері дөң өзенінің маңайы. Дөң жылқысы ол өте мықты болады. Оның мойны орташа, арқасы тегіс, аяғы қысқа, маңдайы томпақ болып келеді. Дөң жылқысының бойы қысқа болғанымен ол шапшаң жүгіреді. Ол да біздің қазақ жылқылары тұқымдары болып саналады. Ақалтеке жылқы. Ақалтеке жылқысы түркіменнің аты. Оны біздің Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы сол түркіменнің қызыққанынан біздің Жамбыл облысы Луговой ауданына ферма ашты. Сол ферманың ішінде сол Ақалтеке жылқысы асыралып жатыр. Ол Ақалтеке жылқысы біздің Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы соған қызыққан соң оншалық неге бұл Жамбыл облысы Луговой ауданына ферма ашып, оны біздің елге көбейтті десеңіздер, оның шапшаң жүрісіне және де ол мықты болғандықтан да оны біздің қазақ жылқыларға қосты. Қазір ол Ақалтеке жылқысы екі елдің де аты болып саналады. Ақалтеке жылқысы да ол біздің Қазақстанда саны көбейді. Таза қанды жылқыны біз айғырлыққа да қолданады. Оны ол ипподромға жібереді. Ол бас жүлдені бермейтін атты таза қанды жылқы дейміз. Ол таза қанды жылқысы өте мықты және де күшті болып келеді. Назар салып тыңдағаныңызға көп рахмет. Домбыра қазақтың жаны. Ол тап жол тайғақ кешу жылдарын бастан өткерген. Қазақ тарихын парақтауға негіз бола алады. Ұлтымыздың болмысына куә болған әдеп ғұрпы мен салт-дәстүрлеріне жан бітіріп, оның құнды қалпын сақтауға негіз болғанын көреміз. Менің шығармашылық жұмысымның осындай домбыраны алуымның себебі өйткені домбыраның өте көне аспап болып келе жатқанын көреміз. Домбырада мынандай екі ішек болады. Осы екі ішекке байланысты бір аңыз бар. Ертеде бір хан қызымен кейде жігітті көңіл жарастырып жүргенін сезіп қалады да жігітті дереу дарға астырады. Екі қабат болып қалған қыз мезгілі жетіп босанады. Оны аңдыған мұстан кемпір егіз баланы көз көрмес, құлақ естімес, жас-жасыл үлкен бәйтеректің үстіне ұлды батысқа, қызды шығысқа қаратып іліп кетеді. Нәрестелердің көзі жас тамған бәйтерек солады. Жүрегі тоқтаған нәрестелермен бірге ағашта қуарады. Қаңқу әңгіме бос жүре ма деген егіздің анасы егізді іздейді. Сөйтіп әбден қалжырап шаршағанда бір ағаштың түбіне тоқтайды. Сөйтіп қараса ағаш бір күмбірлеген сарын естіледі. Сөйтіп қараса жаңағы бәйтерек сынып кетеді. Сөйтіп қараса екі ішек тұр екен. Екі ішекке қараса жіңішке жуан дауысы шығатын ішекке қызым мұңлық деп ат қояды. Ал жіңішке дауысы шығып тұрған ішекке ұлым зарлық деп ат қойып ішектен аспап жасап алып кетеді. Осы әңгімені құрастырып жатқан Өзбек Әли Жәнібеков. Ал осы домбырада мынандай тек бар. Бұл текке байланысты бір аңыз бар. Осы аңызда бір батыр жаудан шайқасып келе жатып қалжырап бір ағаштың жанына тоқтап бір шыбық кесіп алады. Сол шыбықтан аспап жасап одан әуен шығармақ болады. Сөйтіп
әуен шығармақ болғанда, одан әуен шықпаған соң, одан жанына тастай салып қисайып жатып ұйқыға кетеді. Сөйтіп өзі жасаған аспабынан үн шығады. Былай қараса, бір өзгеріс байқалып тұр екен. Қараса, бір тиек тұр. Сол тиекті шайтан қойып кеткен жоқ па деп ойланып отырып, бұны шайтан тиек деп халыққа жария етеді екен. Міне, тиек деген осы. Бұл тиектің аты шайтан тиек. Міне, бұл екі аңызды да айтып бітірдім. Енді домбыраның қалай жасалуын айтайын. Домбыраға қайың және жіп және тиек керек. Сосын құлақ жасау үшін құлағын жасау керек. Бұл қайың ағашынан жасаған соң бұған бұлай жіп өткіземіз. Сөйтіп құлақтарын жасап, бұған байлап айналдырған кезде бұдан әуен өзгеріп отырады. Ал мына тиекті қоймағанда әуен шықпайды. Ал бұл ою-өрнектерді не үшін жасағанын айта өтейін. Бұл ою-өрнектерді қазақ халқының ою-өрнегі депше әдейі салып қойған. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Республикасының мемлекеттік рәміздері. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 1992 жылы 16 желтоқсанында егемендік алған еліміздің өз елтаңбасы туы әнұраны және валютасы да енгізілді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне ту, елтаңба, әнұран жатады. Ата-бабаларымыз көтерген бөрілі байтақ атауы көп жасы бар. Олар жай бөрін емес, көк бөріні кезіп аспан түстес асылту астындағы қайырсыз қас тұспанның қабырғасын қақыратыр. Кең байтақ атамекеннің әр сүйем көгілденген көп аттыдан қызғыштай қорыған қайсарлығы мен айдай әлемге танылды. Тарихта көшпелілер мәдениеті деген әдіппен белгілі бітімі бөлек өркениетті орнықтырды. Туымыздағы күн шұғыласы, оның астында қалықтап ұшқан қалқымыздың қыран құс арқалаған арман асқағын арқалаған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран құс бейнеленген. Туымыз көгілдір түсті мата, ту сабасының тұсында ұлттық өрнек бейнеленген. Күн, қыран құс және ұлттық өрнек алтын түстес. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібеков және Шота Уәлиханов. Елтаңба дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясында кездеседі. Шаңырақ киіз үй күмбезі шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты шырақтар орнатылған. Жоғарғы бөлігінде 5 бұрышты жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу бар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранын сөзін жазғанда Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Әнін жазған Шәмші Қалдаяқов. Ту көгілдір түсті, ол аспан түске қарап бейне салынған. Күннің шуағы бидайдың дәніне ұқсайды. Бүркіт құстардың ең қыраны және ең биікке ұшатын құсы. Ұлттық өрнек, айтары мол астарлы ашықтар. Елтаңба дөңгелек, дөңгелек. Шаңырақты бейнелеген себебі шаңырақ киіз үй күмбезі. Төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу елтаңбаны
Қазақстанның елтаңбасы екенін дәлелдеп тұр. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Түйенің атасы ойсылар, түйемен атасы дес. Түйе шөл мен астыққа 40 күнде шыдайды. Түйе киелі жануар. Түйенің атасы ойсылғара. Ойсылғара елімізде азайып кетті. Ол бар болғаны 150 мыңдай қалды. Ол Маңғыстау, Қызылорда облыстарында ғана өсіріліп жатыр. Енді нәсіде айыл түйе, нар түйе, айыл түйеге қарағанда сүті мол, бір-екі есе бірақ түйені қысқалау болып келеді. Енді ол Қазақстанда Атырау облысында ғана өсіріліп жатыр. Ал енді Желмая жалғыз жүргізген нардың Асанбай оны 70 жыл жасан кезіп келген. Ол 40 күн астыққа шөлге төзіп келген. Ал оны Асанбайға оны білген соң оны қара жердің қайағы деп атап кеткен. Оны Желмая аңыздарға ертегілерге енген. Енді оның шұбат-шипалы ең нәлі сусын. Шұбаттан дәрумендер алынады. Одан Б1, Б2, С дәрумендері алынады. Одан кальций жасалынады. Ал енді үстінен қатерлі ісік ауруларынан емі. Ол бір жас бала құлап қалған кезінде қолы іседі. Оның қолына іскен соң сары су жиналады. Оның үстінен түйенің жүнін алып, оны қолына салып болған соң ыстықтай қайнатып қолға таңады. Оның енді тиесінен қаспа қайыс бәндегі жылқының мұнына ноқта жасалынады. Ал енді ішектің қызметін жақсартады. Ол оның шұбатынан бәндегі дәрумендер оның ішіндегі микробтардың бәрін алып ішіндегі қызметін жақсартады. Ал енді түйенің үстіне қоппай, малғаймақ ірімшік жасалынады. Бұдан жасалынған соң оңғы өте дәмді болып шығады. Назар салғандарыңызға көп рахмет. Өрік ағашы. Өрік раушан гүлдер тұқымдасына жататын жеміс ағашы. Өрік ағашының биіктігі 8-15 метр аралығында. Жапырағы жалпақ, жоғары жағы үшкірдеу болады. Өріктің жемісі етті түкті болады. Сүйегі жылтыр. Жеміс бүршіктері бір гүлдереді. Олар ақ немесе қызғылт түсті жапырақтарынан бұрын шығады. Өрік құрғақшылыққа төзімді, салмағы 20-70 грамм. Жемісі шілде айында піседі. Ағаштарының биіктігі 8-15 метр. Жарық жылы сүйгіш. Жапырағы жалпақ үшкірлеу болады. Өрік ылғал өткізгіш топырақтарды жақсы өседі. Ал сазды тұзды жерлерде өрік өсуге жарамсыз келеді. Өріктің түрлері кәдімгі өрік, қара өрік, моңғол өрігі және Сібір өрігі. Өріктің сорттары Луиза, Амброзия, Хурмай, Шалах, Амсу, Бухара, Товарищ, Хосрапшан, Қызылбет. Өрік құрғақшылыққа төзімді. Өрік наурыз-сәуір айларында гүлдеп, шілде айында піседі. Өрік Қазақстанда, Жамбылда, Алматы облыстарында кәдімгі өрік өседі. Өрік адамның бүйрегін, жүрегін емдейді. Өрік пайдалы. Өрік адамға пайдалы.
Рахмет. Көмір өсімдік қалдықтарынан түзелген жанғышқа шөгінді кеншісі. Көмір құрамында әртүрлі мөлшерде минералдық қоспалар бар. Ол басқа шөгінді кен жыныстарының арасында қабаттар түрінде кездеседі. Көмір үш генетикалық топқа бөлінеді: гумолиттер, сапропелиттер және сапрогумолиттер. Олардың біріншісі тек жоғары сатыдағы өсімдік қалдықтарынан, ал екіншісі негізінен төменгі сатыдағы өсімдік қалдықтарынан. Ал сапрогумолиттер аралас өсімдік қалдықтарынан тұрады. Технологиялық қасиеттерінің өзгешелігіне қарай көмір үш табиғи түрде ажыратылады: тас көмір, қоңыр көмір және антрацит. 1833 жылы қойшы Апақ Байжанов Қарағанды мекеніне отқа жанатын қара тасты кездейсоқ тауып алған. Бірақ 23 жыл өткеннен кейін өнеркәсіп иелеріне кен орнынан назар аудара бастаған. Көмірді қазу қопару жұмыстарын механикаландырып, 80% көмір қопарғыш машиналарымен атқарылды. Олардың көмірді қазып жұмыс істейтін уақыттары 42,6 тоннаға жетті. Қоңыр көмірге тоқталып кететін болса, қоңыр көмір генетикалық белгілеріне қарай тығыз және борпылдақ болып келеді. Көмірді кен орындары және өндірілетін жерлер Майкөбен, Торғай, Боралдай, Қарағанды және тағы басқа. Бастысы қоңыр көмір өндіріледі. Қоңыр көмірдің қазып алынатын тереңдігі 300 метрдей. Оның көлі көп, бірақ сапасы төмен. Екібастұзда тас көмір өндіріледі. Тас көмірдің тереңдігі 150 метр. Оның күлі аз, сапасы төмен. Мына Семей көмірі. Семей көмірінің түстері жылтыр және қара болып келеді. Олардың тереңдігі 300 немесе 150 метр. Ал мынау шахтадағы жұмысшылар күні-түні жұмыс істейді. Олардың қазып алынатын тереңдігі 150 метр. Олардың қазып алынатын көмірлердің түстері жылтыр және қара. Ал мынау осы Қазақстанның көмір көмірі. Олардың қазып алынатын тереңдігі 150 метр. Олардың түстері жылтыр және қара. Оларды экскаваторға салып жүк көтергіш машинаға салып тасиды. Ал мынау Қарағанды көмір қоры. Қарағанды көмір қорының көмірлері жылтыр және қоңыр. Олардың жылтыр және қоңыр немесе жылтыр және қара болып келеді. Олардың тереңдігі 150 немесе 300 метр. Оларды экскаваторға салып жүк көтергіш машиналарға салып тасиды. Ал мынау Павлодар облысындағы көмір қоры. Олардың қазып алынатын жері 300 метр. Олардың көмірлері жылтыр және қара болып келеді. Оларды вагондарға салып тасиды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, Қазақстан Республикасының рәміздері ту, елтаңба, аңырап, көк түс қазақ халқының ұлттық реңі деп саналады. Біздің көк түс аспанның белгісі. Біздің туымыз металдан жасалған. Біздің туымыз металдан жасалған. Біздің туымызда күн ою-өрнек бейнеленген. Біздің күніміз байлық береке белгісі. Ал ою-өрнек біздің қазақтың ұлттық ою-өрнегі. Ою-өрнек нағыз қазақ екенімізді білдіреді. Біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген. Біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасында екі пырақ бейнеленген, ал төбесінде жұлдыз бейнеленген. Ал астыңғы жағында Қазақстан деген жазу бар. Қазақстан деген жазу Қазақстан Республикасының атын көрсетеді.
Шота Уәлихан. Ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранында сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімиет пен Нұрсұлтан Назарбаев. Ал музыкасын жазған Шәмші Қалдаяқов. Ата-бабаларымыз көтерген бөрі байтаға тауы Қогасаба. Олар жай бөрі емес, көк бөріні кие тұтқан. Біздің туларымыз ту рәміздеріміз ту ертаңба аңыран. Біздің туларымыз 1992 жылы 4 маусымда қабылданды. Біз тәуелсіздігімізді 1991 жылы 16 желтоқсанда алдық. Біздің елбасымыз жаңа мемлекеттік қабылдауға зор мән берді. Біздің рәміздеріміз ту ертаңба аңыран. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы туралы тарихи жөнінде заңдарға қол қойды. Біздің күн образы байлық береке белгісі, ал күн бейбітшілік белгісі. Біздің туларымыз 24/1/1996 жылы белгіленген. Қазақстан Республикасының туы көк түсті. Олар металдан жасалған. Бұл Жызот Қытай императорында табылған. Ол Гиннестің кітабына енгізілген.